Қазақстан Республикасының қысқа ғана 30 жылға жуық егеменді тарихында есімі халқымен бірге ауызға алынатын, бүкіл әлемге танымал болған зор тұлға бұл Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихы тұңғыш президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы есімімен астасып жатыр. 30 жылдық қысқа мерзім ішінде сапалық деңгейі жоғарылаған мемлекетіміздің бүгінгідей жағдайға қол жеткізуі оңай болмағаны мәлім. Қазақстанның бір саяси жүйеден келесі саяси жүйеге өтуі тарихи жағдай. Мұндағы еңсерілген қиындықтар мен қол жеткізген табыстар ұшан теңіз. Дәл осы жерде біз елбасымыздың қазақстандық қоғамды түпкілікті өзгертіп, мемлекетіміздің әлемдік деңгейдегі беделін арттыру жолындағы еселі еңбегі жайлы айтқымыз келеді. Елбасы тарапынан халық игілігі үшін атқарылған әрбір әрекеттер бүгінде әлбетте өз бағасын алып, тәуелсіз ел тарихында қатталып жатқаны анық. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елбасының негізгі мақсаттарының бірі де бірегейі бұл мемлекетімізде ел бірлігі мен татулығын сақтау болатын. Әлемдік саясат сахнасында Қазақстан Республикасы мемлекет ішіндегі этносаралық, мәдениетаралық, дінаралық татулықтың үлгісін қысқа уақыт ішінде бүкіл әлемге паш ете отырып, ешкімді шеттету мен кемсітуді білмейтін, ішкі саясаты сындарлы, сыртқы саясаты көбі векторлы, экономикасы тұрақты даму жолына түскен ел атанды. Елбасының бастамасымен 1997 жылы қабылданған Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы үлкен саяси міндет қойылды. Онда бұл міндеттің орындалуы мемлекеттік егемендікті сақтаудың, аумақтық тұтастықты және шекараның мызғымастығын қамтамасыз етудің кепілі ретінде атап көрсетілген. Ел іргесін бекітуде еліміздің болашағын анықтайтын делимитация, демаркация мәселелері де өз шешімін тапты. Сондай-ақ Қазақстан Республикасында қысқа мерзім ішінде бірнеше басты мемлекеттік мәселелер бірізділікке салынды. Сыртқы саясатта еліміздің халықаралық мәртебесінің артуы, беделді халықаралық ұйымдардың мүшесі атануы елбасының ерен еңбегінің арқасы. Алғашқы 10 жылдықты саралап таразыласақ, барлық салалар бойынша әлемдік қауымдастықта тиімді байланыстар орнатылып, өзара ұтымды қарым-қатынастар қалыптастырғанымызды көруімізге болады. Мұнда біз басымдық беріп айтатын жағдай Қазақстанның ядролық қарусыз мемлекет мәртебесіне ие болуы. Әлем тарихында Қазақстан тұңғыш болып, жойқын арсеналдың барлығынан ерікті түрде бас тартуға шешім қабылдады. Бұл шешім тәуелсіз Қазақстанның ғаламшардағы тұрақтылықты және қауіпсіздікті нығайту ісіне қосқан абыройлы үлесі болды. Тәуелсіздігін алған Қазақстан Назарбаевтың көшбасшылығымен Орталық Азиядағы ядролық қарудан азат аймақ келісім шартын құруға бастамашы болды. Айта кететін жайт, солтүстік жаршардағы мұндай жалғыз құжат Орталық Азиядағы 5 мемлекетті ғана қамтыды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз ел тұрғындарына бейбіт өмір сыйлап, жаһандық және аймақтық деңгейде белсенді интеграциялық саясатты ұстанды. Егемендік алғалы бері еліміз бен елбасы көп жақты мемлекетаралық қарым-қатынастарға айрықша мән беріп, саяси, әскери, сауда-экономикалық әріптестікті дамытуға
әрі интеграциялық бастамаларды іске асыруға және ең бастысы жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің тұрақтылығына кепіл болып отырған Біріккен ұлттар ұйымы, Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропа одағы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Кеден одағы, Еуразиялық экономикалық қауымдастық, Ислам ынтымақтастық ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы сияқты ірі халықаралық ұйымдармен тығыз байланыс орнатты. Бүгінде Қазақстан жоғарыда аталған беделді халықаралық форумдардың толыққанды мүшесі ғана емес, өзінің ұтымды бастамаларымен олардың жұмыстарын жандандыруға да барынша атсалысып келеді. Әлемдік қоғамдастық тарапынан зор қолдау тапқан Еуразия одағы Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары жөніндегі кеңестер арқылы мемлекетіміздің халықаралық аренада беделі артты. Біздің көшбасшымыз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы саяси аренадағы бейбіт сүйгіш бастамалары үшін әлемдік деңгейдегі біздің басты брендіміз болып отыр. Елбасының көпвекторлы сыртқы саясаты халықаралық қауіпсіздікті нығайту сияқты жаһандық деңгейдегі мәселелерді оң шешуге бағытталғанын уақыт дәлелдеп отыр. Бүгінде Назарбаев негізін қалаған ұзақ мерзімді басымдықтарымыз бұл еліміздің басты іргелі құндылықтары болып табылады. Олар еліміздің тәуелсіздігі мен тұтастығы, ұлттық қауіпсіздігі мен бірлігі. Осы аталған ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау, мәңгілік ету жолында бейбіт саясатты ұстанған саяси тұлға ретіндегі елбасының еңбегі өлшеусіз зор. Халық пен мемлекеттік билік бірлігінің кепілі болған тұңғыш президентіміз мемлекетіміздің қауіпсіздігі, еліміздің тұтастығы сияқты стратегиялық мүдделерді бір сәтте ойынан шығармаған. Өз кезегінде Нұрсұлтан Әбішұлы мемлекет басшысы және саяси лидер ретінде әлемдік және дәстүрлік діндер форумын Қазақстан Республикасының бас қаласы Астана қаласында өткізуді ұсынды. Әлемдік деңгейде кеңінен танылып, бұл күнде дін көшбасшыларының нағызы жаһандық үнқатысу алаңына айналған, сонау 2003 жылдан бері әр жыл сайын өткізіліп отырылатын әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері арқылы Қазақстан бүкіл әлемдік қоғамдастыққа жалпы ұлттық консенсусты және қоғамды біріктіру үлгісін көрсетті. Қазақстан өңірде ғана емес, бүкіл әлемде тұрақтылықтың үлгісі ретінде танылды. Біздің мемлекетіміздің әлемдік қауымдастықтағы орны жоғары екендігі әлбетте елбасының есімімен тығыз байланысты. 2010 жылы Қазақстан ТМД мемлекеттері, мұсылман дүниесі, түркітілдес мемлекеттері және Азия құрлығы арасынан бірінші болып Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Астанада алғаш рет 11 жыл үзілістен кейін жоғары деңгейде өткен Европа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінде қабылданған астаналық декларацияда Хельсинки қорытынды актісінің нормалары мен принциптерін толық ұстанатындығы айтылған. Қазақстанның сыртқы саясатының басым бағыттарының бірі бұл ислам әлемі мен белсенді ықпалдастық. Бүгінде ауқымдылығы мен маңыздылығы жағынан Біріккен ұлттар ұйымынан кейін тұратын Ислам конференциясы ұйымына Қазақстан 1995 жылы қабылданды. Ал 2011 жылы Қазақстан Республикасы осы Ислам ынтымақтастық ұйымына төрағалық етті. Сондай-ақ Назарбаев Орталық Азиядағы тұрақтылық пен қауіпсіздіктің кепілі ретінде діни экстремизмге, халықаралық терроризм мен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресте тек белсенділік танытып қана қоймай, нақты әрекеттерге де барды. Нұрсұлтан Әбішұлы әлемдік державалар мүдделерінің тоғысында бола тұрып,
өзінің барлық көршілерімен және әріптестерімен достық қарым-қатынасты сақтап қана қоймай, оны одан әрі дамытуға және нығайтуға ұмтылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың әлемде тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға қосқан еңбегінің бір ғана мысалы, бұл 2015 жылдың қарашасында Ресей әскери ұшағының атып түсірілуіне байланысты Түркия мен Ресей арасындағы жағдай. Қазақстан өзінің стратегиялық серіктестерінің ұстанымдарын жақындату мақсатында белсенділік пен табандылық таныта отырып, екі ел президенттерін бітімгершілікке шақырып, қарым-қатынастарын қалпына келтіруде ара-ағайындық миссиясын зор жауапкершілікпен орындады. Кез келген қақтығыс жанжалды саяси дипломатиялық, құқықтық, экономикалық тетіктер арқылы шешудің шебері атанған Нұрсұлтан Әбішұлы 21 ғасырды біртұтас мүдделер тоғысатын әлем деді. Бейбітшілікті қорғаудағы тұңғыш президентіміздің халықаралық беделі орасан. 21 ғасыр әлемнің геосаяси сахнасында мәдени, этносаяси, конфессияаралық шиеленістердің өршіп, үлкен саяси қақтығыстар мен жанжалдарға айналып, бір мемлекет келесі бір мемлекет, бір дін өкілдері келесі бір дін өкілдерінің бітіспес дау жанжалына ұласып отырғанда, осы тоқтатуы немесе оның алдын алу іс-әрекетін жасау қай мемлекеттің болмасын әлем алдындағы беделін асқақтататыны сөзсіз. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаттағы негізгі бағыттарының бірі бұл таяу шығыс аймағындағы мемлекеттерге де ерекше мән беріп келеді. Әлем елдерінің Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа деген сенімін нығайтқан Астана бейбітшілік процесі. Бұл 17 жылдан басталған 17 жылғы процесс Сириядағы қақтығысты тоқтатуға бағытталған келіссөздерге Сирия Араб Республикасы үкіметінің өкілдерін, Сирия оппозиция өкілдері, Ресей Федерациясының, Түркия, Иран Ислам Республикасы және ақш өкілдерінің бас қосқандығын жақсы білеміз. Осы мысалдардың барлығын біз тұңғыш президентіміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының орасан зор бітімгершілік әлеуетін көрсетеді. Сондай-ақ Қазақстанның Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне 2017-2018 жылдарға тұрақты емес мүшесі болып сайлануында айта кеткен жөн. Қазіргі кезде дүние жүзіндегі ірі де өте ықпалды 5-6 саясаткер бар. Олардың бірі Назарбаев деген Маргарет Тэтчер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлының әлемдік аренадағы биік беделін дәл бере білген. Қазақстанды жоғары халықаралық деңгейге шығарған елбасының басты мақсаты елімізді дамыған 30 елдің қатарына қосу, қазақ халқын өркениет биігіне көтеру. Нұрсұлтан Әбішұлы осы мақсаттарға жету жолында өзін қолдайтын халқына, қазақстандықтарға сенім артты. Әлбетте, Қазақстан халқы өзінің тұңғыш президентімен мақтанады. Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің тарихында тұңғыш президент есімі мәңгі өшпес құрметке ие.